Сәлем достар, назарларыңызда нейрон. Бүгін бізде ас қорыту жүйесі ауыз қуысының анатомия физиологиясын талдайтын боламыз. Видео 2 бөлімнен тұрады. Бүгін бірінші бөлімді бастаймыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, төменге комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Олай болса, көп созбай бастайық. Ас қорыту жүйесі, ауыз қуысы, алғашқы бөлім. Ең бірінші кіріспеден бастайық. Ас қорыту жүйесінің қызметіне бір сөйлеммен жеке тоқталып өтейік. Ас қорыту жүйесінің қызметі ауызға түскен қоректік заттарды, яғни полимерлерді мономерлерге дейін ыдыратып, организмге қажетін қанға сіңіріп, қажет емесін ағзадан шығарып тастау. Полимерлер, мономерлер деген сіз үшін күрделі ұғымдар болса, олай болса қазір оған жеке тоқталып нақтырақ түсініп өтеміз. Пока что факт ретінде қабылдап отыра беріңіз. Енді организмге қажет заттарды бізде қалай қанға сіңіреді? Допустим, жаңағы тағам ауыз арқылы асқазанға түсті, асқазаннан 12 ішекке түсіп, 12 ішекте ас қорытылғаннан кейін аш ішекке барады. Аш ішектің қабырғаларында майда капилляр тамырлар болады. Сол майда капилляр тамырлары өздеріне жаңағы келген астың қоректік заттарды өздеріне сіңіріп алады. Майда капилляр тамырлар веналарға, веналар ары қарай общий кровоток арқылы жаңағы қоректік заттарды тіндерге тасымалдайды. Енді қараңыздар, осы жерде қоректік заттар ағзаға сіңірілді дедік, алайда бізде қажет емес сіңірілмей қалмаған заттар бар. Олар қайда барады? Олар аш ішектен ары қарай тоқ ішекке, ары қарай тік ішек арқылы сыртқа шығып кетеді. Міне осы процесті жалпы ас қорыту жүйесі жаңағы деп атасақ болады. Полимерлер, мономерлер деген ұғымдарға уәде еткенде тоқталып өтейік. Полимерлер дегеніміз бізде әрбір астың құрамында бар 3 негізгі компонент. Олар не? Олар көмір, су, май және де белок. Бізде осы заттарды полимер деп атаймыз. Полимер деген, яғни бізде организмге бұл 3 зат түскен кезде олардың бірден сіңіріліп кетуі қиын. Сол себептен біздер оларды мономерлерге дейін ыдыратады екенбіз. Мономерлер дегеніміз не? Жаңағы сіңіруге ыңғайлы, қолайлы 3 жаңағы компоненттің майдаланған бөлшегі деп түсінейік. Яғни мономерлер көмірсулардың мономері, олар бізде глюкоза, майлардың мономері май қышқылы мен глицерин, және де белоктардың мономері амин қышқылы екенін бұған дейін естіген боларсыздар міндетті түрде. Бұл 3 компоненттен басқа тағы да бізде су және де клетчатка организмге өте қажет компоненттер. Келесі, ас қорыту жүйесі ең лас жүйе деп қойыппын. Неге? Қазір тоқталамыз. Оның ішінде әсіресе ауыз қуысы. Суретте көріп отырмыз, Неге ауыз қуысы ең лас мүше? Потому что бізде сыртқы ортадан тағаммен бірге ауыз түскен кезде, ауызға тағам түскен кезде тағаммен бірге бактериялар және де микроорганизмдер түседі екен. Ол микроорганизмдермен бірінші контактіге түсетін ол ауыз қуысы болғандықтан сол себептен де лас деп атаймыз. Алайда бізде ол микроорганизмдер бар, бактериялар бар, тамақтар қанға өтіп кетсе, өте страшный аурулар болады ғой. Сол себептен бізде қанға сіңірмей тұрып тағамды пирогов-вальдер сақинасы бар, иммунды жүйе бар, ас қорыту сөлдері мен ферменттері бактериялар мен жаңағы микроорганизмдерінен тамақты полный тазартып барып қана өзіне сіңіреді екен. Келесі, ас қорыту жүйесі бізде түтік тәрізді мүше дегенде бұрын соңды естіген боларсыздар. Міне мысалы ауыз қуысынан басталды, өңеш, ары қарай асқазан, өнекеш, жаңағы жуан ішек, жіңішке ішектің барлығы қуыс болып орналасады екен. Сол себептен бізде түтік тәрізді мүше деп те атайды ас қорыту жүйесін. Ас қорыту жаңағы жүйесі өзінің прилегающий органдарынан және де бездерінен тұрады. Қазір оған жеке тоқталатын боламыз. Сонымен қатар кез келген ас қорыту жүйесінің мүшесі 4 қабаттан тұрады. Мейлі ол ауызды алсаңыздар да, өңеш алсаңыздар да, асқазанды алсаңыздар да, тіптен ішектердің кез келген бөлігін кесіп алыңыз, олардың барлығы міндетті түрде 4 қабаттан тұрады. Сол себептен сіз бұл шетте ешқалай шатаса алмайсыз. Бұған тоқталып өтейік. Бірінші шырышты қабат, шыршасты қабаты, бұлшықетті және де сірлі қабаты. Неге сірлі қабат деп атаймыз? Потому что бізде брюшной полостағы, яғни іш қуысындағы органдардың барлығын үш астар қаптайды. Сол себептен сірлі қабаты болады. Ас қорыту жүйесінде үш астарға тоқталып өтетін боламыз. Ал жаңағы қабаттар жайлы, ішіндегі бездері жайлы жаңағы гистологияда нақтырақ тоқталуға болады. Так.
ас қорыту жүйесінің мүшелеріне жеке тоқталайық. Енді ас қорыту жүйесін фотодан көріп тұрмыз. Бірінші ауыз қуысынан, өңештен, одан кейін барып асқазаннан, гастр және де жуан ішек, жіңішке ішектен тұрады. Жіңішке ішектің бөліктері 12 ішек, аш ішек, мықын ішек болса, ал жуан ішектің бөліктері, яғни ол соқыр ішек, тоқ ішектің жоғарылаған, көлденең және төмендеген бөлігі, сонымен қатар тік ішектен тұрады. Қазір мен сіздерге 3D анимацияны көрсетейін. Міне қараңыздар, қазір жақындатып әдемілеп көреміз. Так. Мінекей бізде жаңағы сілекей бездері. Ас қорыту жүйесінің жаңа органдарын айттық, бірақ бездерін тоқтамай өтіппіз. Бездері бізде 3 сілекей безі болады, және де бауыр, ұйқы безі, осы негізгі бездер. Сілекей бездері, міне шықшыт безі, гландула паротидея, яғни құлақ маңы безі, жағасты безі және де тіл асты безі. Мынау ауыз қуысы, тілді көріп тұрмыз, лингва. Окей. Енді так. Бұл бізде өңеш, сәл жақындайық, эзофагус, бауыр, астында өт қабы тұр, өт қабын кейін көреміз. Мына шетте міне гастр, яғни асқазан, тоқ ішектің бөлімі, тоқ ішектің жоғарылаған бөлімі, тоқ ішектің көлденең бөлімі, жаңа айтып өткен, және тоқ ішектің төмендеген бөлімі. Мына шетте соқыр ішек. И мынау құрт тәрізі өсінді, аппендикс. Так. Жарайды. Бұл бізде тік ішек. Мұны көріп тұрмыз, тік ішек. Енді давайте артын көрейік. Артынан көрейік. Мынау бізде бауырдың артқы беті, органдарға қарап тұрған. Бұл бізде асқазанның артқы беті. Міне өт қабы, бауырдың астында тұр өт қабы, я? Міне мына 12 ішек жаңағы алды жағынан дұрыс көрінбеді. Асқазан 12 ішекке өтіп тұр. Мына өңеш, эзофагус, гастр, пилорикалық бөлім асқазанның. Мынау панкреас, яғни ұйқы безі алдынан көрінбеді. Окей, келесі өте берейік. Яғни мүшелермен таныстық. Бездер жаңағы айттық. Сілекей безі, 3 сілекей безі бар. Бауыр және де ұйқы безі. Бауыр ас қорыту жүйесіндегі ең үлкен безге жатады. Енді жеке тоқталып өтейік. Әр мүшесіне бүгін бізде ауыз қуысы, тіс, ерін және де сілекей бездеріне тоқталамыз. Қалғандарын бізде ауыз қуысының видеоның екінші бөлімінде өтетін боламыз. Ауыз қуысы кеттік. Кавитас орис. 2 бөлімнен тұрады ауыз қуысының өзі. Ол ауыз кіреберісі латыншасы жазып қойдым жақтың ішіне, вестибулум орис және де меншікті ауыз қуысы кавум орис проприум. Мына шетте так, жеке тоқталайық. Енді ауыз кіреберісі дедік, ауыз кіреберісі суретте көрсетіліп тұр. Тісті жауып тұрған кезде мынау еріннің артқы бетінен басталады. Шекаралары бар, анатомия сабағында сіздерден апайлар, оқытушылар міндетті түрде сұрайтын болады. Сол себептен жазып түсініп алыңыздар міндетті түрде. Шекараларын оқыған кезде бізде бөлменің алты қабырғасы бар. Сол алты қабырғасын оқып жатырмын деп есте сақтасаңыздар, жақсы есте сақталады. Ең бірінші ауыз кіреберісінің шекарасы. Ол алдынан еріннің артқы беті, шыршы беті еріннің, екі жанынан ұрт, мына бетті көріп тұрмыз. Ал артынан тістің алдыңғы беті, мынау тістің алдыңғы беті және де қызыл иек. Жоғары жағында қызыл иек бізде ауыз кіреберісінің шекарасын құрайды. Енді меншікті ауыз қуысы ол тісті ашқан кезде уже басталады. Оның шекараларына тоқталып өтейік. Алдынан ол бізде тістің арқы қабырғасы, екі жанынан ұрт дегеніміз ол щеки, бет қой, бір сөзбен айтқан кезде. Және де артынан аран, міне зев, жоғарғы жағынан қатты және де жұмсақ таңдай. Ал төменгі жағынан ол ауыз диафрагмасы құрайды, шекарасын, төменгі шекарасын. Біз төменгі шекарасын тілмен шатастырып алмауымыз керек, ни в коем случае, потому что тіл ол меншікті ауыз қуысының бір мүшесі деп те атасақ болады. Сол себептен жаңағы меншікті ауыз қуысының төменгі шекарасын бізде ауыз диафрагмасы құрайды. Так, кеттік. Еріндер, лабия орис, жоғары және төменгі ерін бар, бір-бірімен еріннің спайкалары арқылы байланысқан екен, міне спайкалары. Жоғарғы ерін
labium superius төменгі ерін labium inferius. Міне жоғарғы ерін, төменгі ерін. Жеке құрылыстарына жеке тоқталып өтсе де болады негізі, бірақ та оның бәрін тоқталып өтетін болсақ, еріннің бізде видеомыз ұзаққа созылып кетеді. Егер қызықты болса, комментарий жазсаңыздар болады. Келесі тістер бізде дентис, жақ сүйектер альвеоларында орналасатын қатты құрылымдар. Бізде бірінші курстың екінші семестрінде анатомиядан өткен болатын бізде тірек қимыл жүйесінде төменгі және де жоғарғы жақта жаңағы альвеолар болады деп. Тесіктері, сол альвеолардың ішінде бізде тістер орналасады екен. Тістің қызметі ол асты бірінші химиялық өңдеуден өткізу және де сөз құрауға қатысады екен. Және де бізде жалпы ас қалай қорытылады, ол химиялық және механикалық өңдеуден өткізу арқылы қорытылады. Ал ауыз қуысында жалпы химиялық өңдеу ол көбінде 12 елшекпен асқазанда болса, ал ауыз қуысында осы механикалық та химиялық та өңдеу өткізеді екен. Механикалық өңдеуден асты бірінші тістер шайнау арқылы, майдалау арқылы тістер асты механикалық өңдеуден өткізеді. Ал химиялық өңдеуден бізде сілекейдің ішіндегі амилаза ферменті көміртуды бастапқы ыдыраудан өткізу арқылы химиялық өңделу болады ауыз қуысында. Тістің адамда екі түрлі генерациясы бар. Ол бірінші сүт тістер және де екінші тұрақты тістер. Тістің бөлімдеріне тоқталып өтейік. Алдымен тістің бөлімдері. Негізі тіс 3 бөлімнен тұрады. Тістің сауыты, корона дентис, который сыртқа шығып тұрған, сыртқа көрініп тұрған. Содан кейін тістің мойны, цервикс немесе колон дентис, яғни ол тістің мойны, мынау қызыл етке тістің кіре беріп тұрған бөлігі, ол мойын деп аталады. И тістің төмен жағында тұрған көбірек бөлімі, ол тістің түбірі, радикс дентис. Енді әрбір құрылымына қазір жеке тоқталып өтейік. Мынау эмалі, ол тістің жаңағы шығып тұрған бөлімі, сыртқа шығып тұрған. Эмаль бұзылса, эмаль зақымдалса, бізде кариес пайда болады. Одан кейін барып алғашқы жаңағы дәнекер тіні ол дентин, одан кейін барып пульпа. Пульпа ол бізде жаңағы тіс шұңқыршасының ішінде орналасады. Пульпаның ішінде ол пульпа бізде артериялардан, тісті жаңағы қандандырып тұрған веналардан және де нерв тамырларынан тұрады. Міне жеке тоқталып өтсек болады. Эмаль дентиннің сыртқы беті тіс сауытының негізін құрайды. Дентин ол тіс қуысының сыртқы бетін қоршап орналасқан бастапқы тін. Цемент ол тіс түбірінің маңында орналасады. Ол тісті ұстап тұратын жаңа тіс түбірі болса, соның айналасында цемент орналасады. Тіс қуысы ішінде тісті қандандырушы тамырлар мен нервтерге бай жұмсақ тін пульпа орналасады. Тістің беттеріне көшейік. Тістің бізде жаңағы алдыңғы беті ол вестибулярлы бет деп аталады. Содан кейін тістің жаңағы тілге қараған тілдік беті бар, ішкі жағы, яғни тістің тілдік беті деп аталады. Келесі контактілі беті. Міне мына жерде көрсетіп тұрған ол контактілі беті. Содан кейін барып тістің дистальды беті болады. Және де тіс мынау төменгі жақ дейтін болсақ, мына жерде жоғары жақ бар, сонда жоғары жақ пен төменгі жақ бір-біріне қараған беті мынау ол окклюзионды беті екен. Азып түстерін көріп тұрсыздар ма? Осы сызықша тұр, осы бізде окклюзионды беті. Тістің формуласы ең қызық жеріне келдік. Тістің формуласы бізде күрек тістер 8 штук болады, и тістер 4 штук, кіші азып тістер 8 штук, яғни дентис премолярис, үлкен азып тістер молярис 12 штук. Міне күрек тістер міне 4-еу, астында 4-еу, 8 штук болды күрек тістер. Міне и тістер, кіші азып тістер премолярис, және үлкен азып тістер молярис. Енді тістің жаңағы формуласын бізде былай да көрсетіп, бізде емтиханда міндетті түрде сұрайды, сол себептен осыны барынша есте сақтауға тырысыңыздар. Сүт тістердің формуласы, яғни кішкентай балаларда 2-1-0-2 де жаттайсыздар. Например, мынау қазір көрсетем фотода, алдынан артқа қарай қараңыздар. Допустим, міне 2-ге бөлдік, тура ортасынан 2-ге бөлдік, енді жағы 2-1-0-2. Қараңыздар, кішкентай балдарда 2 күрек түс, 1 ит түс, 0 кіші азу түстер мүлдем болмайды екен, және де 2 үлкен азу түстер болады екен. 2-1-0-2. Осы жаттаңыздар, Ал үлкен адамдарда тұрақты тістердің формуласы 2-1-2-3. 2 күрек түс, 1 ит түс, 2 кіші азу түс, 3 үлкен азу тістер. Түсінікті болды деген ойдамын. Иннервациясымен қандануымда жазып кеттім. Өзіңізге конспектіге жазып алсаңыздар болады.
Сілекей бездері, сілекей безді жаңағы 3 сілекей безі бар деп айттық. Сонымен қатар орналасуымен көлеміне қарай сілекей бездері кіші сілекей безі деп бөлінеді, және де үлкен сілекей бездері деп бөлінеді. Негізі сілекей бездері кіші сілекей бездері ол ауыз қуысының шырышты қабатында орналасады екен, яғни ауыз қуысында ол шашыраңқы орналасады. Кіші сілекей бездері еріндік, ұрттық, таңдайлық, азулық және тілдік деп бөлінеді. Ал үлкен сілекей бездері ол ауыз қуысында орналаспайды, ол ауыз қуысынан тыс аймақта орналасады, бірақ та олардың өзектері ауыз қуысының ішіне ашылады. Міне протоки, выводные протоки деп атайды орыс тілінде. Жасылмен берілген тұр ғой, сол бізде жаңағы выводной проток екен, өзегі сілекей безі. Осы өзек арқылы сілекей ауыз қуысына ағады. Үлкен сілекей бездері құлақ маңы безі немесе шықшыт безі деп атайды. Міне құлақ маңы безі, құлақтың жанында тұрғандықтан құлақ маңы деп аталады. Тіл асты және де жақ асты бездері. Құлақ маңы шықшыт безіне жеке тоқталып өтейік. Гландула паротидея ол бізде ең үлкен сілекей безі. Шығарушы өзегі сенонов өзегі деп аталады. Дуктус паротидеус ол жоғары жақ тіс болып тұр. Жоғары жақты еске түсіреміз. Жоғары екінші азу, екінші кіші азу тұсты еске түсіреміз. Соның тұсында ауыз қуысының кіреберіс бөлігіне ашылады екен. Яғни ауыз қуысының кіреберісіне ашылады. Тоже қандану иннервациясы. Жақ асты безі ол гландула субмандибулярис, құрылысы жағынан аралас типті күрделі альвеолярлы түтікті без. Шығарушы Вартонов өзегі дуктус субмандибулярис, яғни тіл асты безінің үлкен түтігімен бірігіп тілдің астына ашылады. Қандану иннервациясы. Тіл асты сілекей безі гландула сублингуалис, үлкен екі өзегі бар, үлкен және де кіші өзектері. Үлкен тіл асты өзегі Бартолинов өзегі және де кіші тіл асты өзегі ол Ревенев өзегі. Ол тіл асты қатпары бойына ашылады. Қандану иннервациясы. Осымен достар, бізде ас қорыту жүйесі ауыз қуысының бірінші бөлімі аяқталды. Келесі видеода көріскенше сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.